Табыс әр адам үшін әр түрлі мағынаға ие. Біреулер үшін табыс қаржылық жетістік, мысалы, миллионер атану. Басқалар үшін бұл марапаттар, спортшылар үшін кубоктар, чемпионаттар немесе медальдар жеңіп алу. Кейбіреулер үшін табысты болу, денсаулыққа, бақытқа және ішкі тыныштыққа жету. Табыс сіз үшін нені білдіретініне қарамастан, кез келген салаға және табыстың кез келген мағынасына қолдануға болатын 10 әдетті қарастырайық. Бірінші, олар мақсат қояды. Сіз ешқашан мақсаты жоқ табысты адамды кездестірмейсіз. Егер сіздің айқын мақсатыңыз болмаса, қайда бара жатқаныңызды білмейсіз және өзіңіз қаламаған жерге түсіп қалуыңыз мүмкін. Мақсат қою табысқа жетуді қалайтын кез келген адам үшін бірінші кезектегі міндет. Сіз нақты не қалайтыныңызды анықтап, оған жету үшін қажетті қадамдарды жоспарлауыңыз керек. Неге деген сұрағыңызға жауабыңыз мықты болуы тиіс. Сонда қиындықтар кездескенде, сізде алға жылжуға жеткілікті ынта болады. Екінші, олар өз өміріне толық жауап береді. Табысты адамдар өз жетістіктері мен сәтсіздіктері үшін толық жауапкершілік алады. Олар ешқашан өзін құрбан ретінде көрмейді және сәтсіздіктері үшін басқаларды кінәламайды. Керісінше, олардан сабақ алып, тез әрекет етеді. Өткенге өкінгеннен гөрі күш-қуатты қазіргі уақыт пен болашақты жақсартуға жұмсау әлдеқайда маңызды. Әрбір адам қиындықтарға тап болады, бірақ маңыздысы оларға қалай қарайтыныңыз. Үшінші, олар өзін-өзі қатаң тәртіпке баулиды. Өзін-өзі тәртіпке келтіру барлық табысты адамдардың ортақ қасиеті, оны үнемі дамытуға болады. Жалғыз қалғанда әлеуметтік желілерде уақыт өткізуге ме, әлде болашағыңыз үшін пайдалы нәрсе жасауға ма таңдау жасайсыз? Егер сіздің нақты мақсаттарыңыз бен мағыналы ұмтылыстарыңыз болса, өзіңізді тәртіпке келтіру әлдеқайда оңай болады. Төртінші, олар өзін-өзі дамытумен айналысады. Егер сіз өсуді тоқтатсаңыз, онда сізді табысты деп атауға болмайды. Табысты адамдар әрдайым жаңа нәрселерді үйренуге, білімін кеңейтуге, тәлімгерлерден кеңес алуға, аудиокітаптар тыңдауға және пайдалы әдебиеттер оқуға ашық болады. Көп білген сайын қаржылық және рухани тұрғыдан соғұрлым көбірек жетістікке жетесіз. Бесінші, олар көп оқиды. Көптеген табысты адамдар оқу дағдысын дамытқан. Көпшілік жалғыз қалған кезде телефондарын алып, әлеуметтік желілерді тексеріп, уақыттарын босқа өткізеді. Ал табысты адамдар керісінше жалғыздықты пайдаланып ойлануға, оқуға және жаңа білім алуға тырысады. Егер сіз оқуды ұнатпасаңыз, аудиокітаптарды тыңдап көріңіз, оларды көлікте, жаттығу кезінде немесе душта тыңдап, бос уақытты тиімді пайдалануға болады. Алтыншы, олар уақытын тиімді басқарады. Уақытты дұрыс пайдалану табысқа жетудің маңызды бөлігі. Табысты емес адамдар көбінесе көп тапсырма жүктемесінен күйзеліске түседі. Ал табысты адамдар ең маңызды және пайдалы міндеттерді бірінші кезекте орындайды. Ал маңызы төмен істерді соңына қалдырады. Олар күндерін, апталарын, айларын алдын ала жоспарлап, мақсаттарына жету жолын нақты біледі. Жетінші, олар тәуекелге барады. Егер сіз билет сатып алмасаңыз, лотерея ұта алмайсыз. Егер сіз үлкен тәуекелге бармасаңыз, үлкен жетістікке жете алмайсыз. Көптеген адамдар сәтсіздіктен қорқып, тәуекелге бармайды. Бірақ табысты адамдар үшін ең үлкен сәтсіздік әрекет етпеу және мүмкіндіктерді жіберіп алу. Сіз өзіңіз қалаған өмір үшін тәуекелге барасыз ба, әлде өзіңіз қаламайтын өмірмен келісесіз бе? Сегізінші, олар сәтсіздіктер мен қиындықтарға мойымайды. Армандарыңызды жүзеге асыруға тырысқанда, сіз міндетті түрде сәтсіздіктерге тап боласыз. Кейбіреулер тіпті бәрін жоғалтуы мүмкін. Бірақ табысты адамдар ешқашан берілмейді. Олар қиындықтардың оларды одан да мықты ететінін, және сәтсіздіктер олардың жетістік тарихының бір бөлігі екенін біледі. Тоғызыншы, олар әрдайым шешім табады. Табысты адамдар әрқашан жол табады. Қандай кедергі кездессе де, олар оны айналып өтудің, шешудің немесе жеңіп шығудың жолын табады. Бұл қалай болғанда да жеңіске жетемін деген ойлау жүйесі. Оныншы, олар өздері сүйетін істермен айналысады. Егер сіз өзіңіз ұнатпайтын іспен айналыссаңыз, өзіңізді табысты деп айта алмайсыз. Өміріңіздің көп бөлігін жек көретін жұмыспен өткізу, бұл жанды қинау. Егер сіз қазір өзіңіз ұнатпайтын жұмысты істеуге мәжбүр болсаңыз, бұл уақытша қадам ретінде ғана болсын. Өзіңіздің нағыз мақсатыңызды ұмытпаңыз және сүйікті ісіңізді табуға тырысыңыз. Өзіңіз жақсы көретін іспен айналыссаңыз, сіз ешқашан жұмыс істегендей сезінбейсіз.